Сәлем достар, бүгін сіздерге красный бархат пирожныйын жасап көрсететін боламын. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды 2 есеге көтерілгенше жақсылап көпіртіп аламыз. Міндетті түрде миксердің көмегіне жүгінеміз. Міне 2 есеге дейін көтерілді. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді саламыз. Оның үстіне ұнымызды кезек-кезек салып отыратын боламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз. Міне бізде осындай қою тесто шығатын болады. Енді сүтімізге красительді қосып, осындай қанық қызыл түс шығаратын боламыз. Сапалы краситель қолданған жөн. Енді бірден араластырып жібермейміз. Шет-шетіне шашырап кетеді. Жайлап осылай жасайтын боламыз. Енді бізде осындай сұйықтау тесто шығады. Оны кондитерский мешокқа саламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып алатын боламыз. Енді пергаментке төсеп шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнап жатқан болса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Енді біз креміне кірісетін боламыз. Крем үшін бізге сливки қажет болады, сахарная пудра және творожный сыр. Творожный сыр мен креметті қолдандым. Бірден салып, үшеуінен жақсы крем шығаратын боламыз. Не бізде осындай өзінің формасын жақсы ұстайтын крем пайда болады. Өзіңізге қолайлы насадканы салып, кондитерский мешокқа кремімізді салып аламыз. Достар, менің каналыма міндетті түрде жазылған кезде шетінде колокольчик болады. Соны все дегенге қойсаңыздар, менен шыққан жаңа видеолар сіздерге уведомление болып келеді. Сонда бірден менің видеоларымды көре аласыздар. Менің каналымда неше түрлі тәттілердің, салаттардың, тағам түрлері өте көп. Алдағы уақытта да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналымды өткізіп алмай қарасаңыздар болады. Міне біздің пирожныйларымыз дайын болды. Үстіне қалған бір бөлікті алып, осылай бетіне әсемдеп шықтым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын пирожныйдың бірі. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.